Қош келдіңіздер, құрметті көрермендер. Сіздер Шыншыл кино арнасындасыздар. Бүгін біз әйгілі Фарго фильмі туралы әңгімелейтін боламыз. Фильмнің оқиғалары 1987 жылы қыс айларында Миннесота штатындағы шағын қалада орын алады. Фильмнің басты кейіпкері Джерри Лундегард, автосалон менеджер. Қаржылық қиындықтарға тап болған ол қарыздарын төлеу үшін қауіпті жоспар құрады. Оның мақсаты өз әйелін ұрлатып, оның бай әкесінен қом талап ету. Джерри осы жоспарды жүзеге асыру үшін екі қылмыскерді жалдайды: суыққанды және қатал Гайер Гримсурт пен сөйлегіш әрі жүйкесі нашар Карл Шоуэлтер. Олар Джерридің әйелін ұрлап, оны белгіленген орынға жеткізеді. Джерри қылмыскерлерге төленетін соманы уәде етіп, бірақ барлық оқиғалар оның жоспарына сәйкес келмейді. Жан Лундегардты ұрлаған кезде Гайер мен Карл бірнеше адамды өлтіріп алады. Бұл қылмыстар Миннесота штатындағы Брейнард қаласында полицияның назарын аударып, тергеу жұмыстарын жүкті полиция лейтенанты Марже Гундерсон бастайды. Марже Гундерсон өте зейінді, ақылды және өз ісінің шебері еді. Ол қылмыстарды зерттеуде ерекше тәсілдер қолданады. Жұмыс барысында ол әртүрлі адамдармен кездесіп, маңызды ақпараттарды жинайды. Оның тергеу барысы бізге фильмнің негізгі қылмыстық сюжетінің қалай өрбитінін көрсетеді. Гайер мен Карл арасында келіспеушіліктер күшейе түсіп, Карлдың жүйкесі сыр береді, ал Гайер болса бәрін суыққанды түрде шешуге тырысады. Бұл шиеленістер олардың қылмыс жасау қабілетіне кері әсер етіп, Гайер Карлды өлтіріп алады, ал Марже Гайерді ұстап, оның қылмыстарын ашып береді. Джерри өзінің қылмыстық әрекеттерінің ашылып бара жатқанын түсініп, қашуға тырысады, бірақ полиция оны тауып ұстап алады. Осылайша әділеттілік орнайды, ал Джерри өзінің қылмыстар үшін жауапкершілікке тартылады. Фильмнің соңғы көрінісінде Марже өзінің күйеуі Норммен бірге бақытты өмір сүруге үміттенеді. Олар күнделікті өмірлерін жалғастыра отырып, болашақта отбасыларында болатын баланы күтеді. Сендер бұтырлатында көрін жостыр ма? Иә, көрдік екі адам біреу өтірлекен. Қай жері бұтырласанда оны? Сендер көрмеген ба? О, кереме. Сендерде жыныс апас болды. Иә. Фарго фильмі өзінің ерекше атмосферасымен, шебер ойластырылған сюжеттік желісімен және бірегей кейіпкерлермен танымал. Фильм криминалды драма жанрында шедевр болып саналады және көптеген марапаттарға ие. Оның ішінде Оскар марапаты да бар. Фильмнің әсерлі диалогтары, кейіпкерлердің шынайы бейнесі және күтпеген бұрылыстары оны көрермендер арасында кеңінен танымал етеді. Біздің арнамызда Фарго фильмі туралы осы ақпараттарды сіздерге ұсындық. Пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.